Атырау. Мен бұл қаланы жақсы көрем. Әсіресе күн ұясына батқан уақытта Атыраудан сұлу қала жоқ. Мұнда сырт көзге қайнаған тіршілік жоқ секілді көрінеді. Бірақ орталық алаңдағы концерт болған уақытпен жексенбі күнгі Дина базарының көрінісі ойыңызды бірден өзгертеді. Мұнда жастар арман қуып алысқа кетіп, сағынышпен қайта оралады. Мұнда жастар бас қосып, көңіл аулайтын орта іздеп, өздерін табады. Мұнда жастардың өз стилі қалыптасқан, және әрбіреуі бір мәдениеттің өкілі. Көшенің бір бұрышында жапон анимесі жайлы сөз қозғалып жатса, бір бұрышында түрік сериалы талқыға түсіп жатады. Шығармашылық жолының басы, ең бірінші басы Атырау қаласында мектептен басталды. Мектепте киім тігіп пішу дизайнды мамандығы бойынша аяқтадым. Содан соң Астанада Шабыт университетінде арт менеджмент мамандығын аяқтадым. Университетті аяқтағаннан кейін әрбір студенттің ойына келетін сұрақтар ол міне оқу бітірдім, енді немен айналасам, не істеймін деген сияқты сұрақтар мазалады мені де. Ұзақ ойланып, кішкене пауза алайын деп үйге Атырауға қайттым. Сосын Атырауда азымыз уақыт болам деп, сосын кері қайтам деп ойладым. Ол кездері Астанада қалам деп өзіме сенімді болдым. Атырауда қалам деп ойлаған жоқпын. Шынымды айтсам. Бірақ бір мезетте Атырауға кері қайтқан кезде білмеймін неге екенін, бірақ 4 жыл ішінде Астанада тұрған кезде өз қаламды қатты сағынып кеттім. Атырауда жүріп, Атырауға басқаша көзқараспен қарайтын болдым. Көптеген сұрақтар қоятын болдым. Неге мен осы өз қаламды неге азырақ танимын басқа қалаларға, басқа елдерге қарағанда деп. Менің өз туған жерімді, неге мына көшелердің аттарын білмеймін дұрыс, неге өзім жақсы көретін, қыдырып жүретін жерлерімді дұрыс танымаймын, өз тарихында да білмейді екенмін, анық былай ойланып қарадым. И сол сұрақтарға жауап іздей жүріп, ұзаққа қалдым. Мой папа был коллекционером, я так его считаю, потому что он привозил с Москвы, ездил в Москву, на Арбате приобретал картины, и у нас все наши комнаты были со вкусом обставлены, да, вот, и я уже с детства понимал, у меня была насмотренность ко всему такому красивому, эстетичному, да, вот. Как я вообще к этому пришел, это, наверное, тоже было случайно. У меня был мой партнер, завлек меня тем, что искусство, творчество — это очень финансово выгодно. То есть, да, это хорошая замена, альтернатива другим каким-то прочим инвестициям. Вот. И он сказал, что знаком с одним художником. Этот художник продает свои картины в Нью-Йорке. Вот. И меня, конечно, это все заинтересовало. И я сказал, что давай я тоже попробую, да, то есть продавать нашим. И я начал с того, что предложил своим коллегам, аудиторам, продал картины, и меня вот занесло в эту сферу. 11 класста біз оқу бітіргенбіз. Сол кезде ағам деген студент, ода ноутбук пен фотокамера бар. Сонымен ауылға келеді, мен өзім ауылдамын. Соны түсіріп, выпускнойда соны мен ағамның компьютерінде жаңағыдай монтажный программа бар. Ең бірінші көріп тұрмын. Жалпы бізде компьютер ауылдық болмаған. Сол ноутбукты алып сразу сол жерден шығып, ең бірінші мен өзімнің ролик жасаған болатынмын. Музыкамен, шамамен мектеп кезінен бастап қызығушылықпен басталды әрине. Бұрында біз өзім музыка көп тыңдайтын болдым. Үйде бана дисклер, кассеттер жазылған, солар көп болатын болды. Бір альбомдар болды, именно инструменталдар, то есть сөзі жоқ, тек музыкасы бар. Соны мен тыңдап жүрдім де, қызықтым. Бұлар қалай жасалады екен деген сияқты. Немесе қалай істеуге болады былай. Сол кезде енді ойдан ой шығып, манадай ол кезде интернет кішкене шамалы енді. Сосын бір дискі болды программамен. Ішінде сол музыка жасауға арналған программа дейтін. Именно FL Studio'ның ең старый версиялары. Қазір әлі сол FL Studio'мен жұмыс жасаймын. Соны енді бастап, қарап,
қызығып ана компьютерде отырып сөйтіп басталды и ар жағынан бір нәрсе шыққандай болып көрінді и кете берді да. Барлық уақытта идея болсын, не болсын, музыка көп болды. Ағаларым да осымен айналысты, мен үлкен ағам бар. Олар да сол баяғыда Атырауда бір музыкамен шұғылданып жүрген топтардың ішінде болды. Мен солардың концерттеріне бардым. Жалпы қызығушылық содан басталды деп болады. Сосын барып, білмеймін, өзіміз бір программаларды үйреніп бастадық, там акустика сияқты, әлде там FL Studio сияқты, сөйтіп шұқылап, жайлап соған келіп бастадық. Этим я обязан своей бабушке, матери моего отца. Это была ее инициатива отдать меня в музыкальную школу, в частности, в академию, музыкальную народную академию имени Дины Нурпейсовой по классу Дамбры. Там я отучился 5 лет, и уже свое путешествие в музыкальный мир я начал как раз вот после данной учебы. Оқу бітіргеннен кейін жоғары оқу орын жаңағы семьям бар, нем бар, сосын Бейнеуге кететін болатын негізі. Апрельде уже мен планда отырмын, Бейнеуге кетемін деп, сосын жаңағыдай айттым, форумдар қарап жүрдім ол кезде 2012-де форумда қарап отырсам, Атырауда Вадим Корнель жаңағыдай видеосъемкадан мастер-класс соны көріп қалдым, мен сразу соғып, сол күні орын бар ма деп, олар орын бар, осы все, мен саған предоплата жіберемін, барам деп сөйтіп май айында қатысқан болатынмын. Сол 4 күндік мастер-класс бәрін қатысып, жаңағыдай байда мен интуитивно түсірсем, осылай там золотое сечение, былай, мысалы, сондай сияқты. Ол маған түсіндіріп берді, міне осы аты осылай түсіресіңдер, монтажный бағыты осылай болу керек. Жаңағыдай адамдармен былай жұмыс жасайсың, съем кезінде, чтобы өздері кішкене еркін сезінсін деп. Сол барлық ақпаратты мен өте өзіме сіңірлеп алдым. Астанада жаңағы күнделікті әртүрлі іс-шараларға қатысатын болдым. Театрға барам, демалыс күндері, жаңағы көрмелерге барам. И Атырауда сол жетіспеді маған. Атырауда бір сондай мәдениетке деген қарным ашты. Өзіме бір сондай не жетіспейтін болды, шабыт жетіспейтін болды, бір нәрсемен айналысқым келді бос уақытында. Сол сөйтіп жүріп, Шеңбер гараж сейл атты жобаны ұйымдастырумен айналысып кеттім. Гараж сейлдің түрлері бар. Yard sale, garage sale, moving sale дейтін бар. Moving sale, мысалға, үйдің тұрғындары басқа қалаға көшкенде жатқан кезде заттарын шұғыл түрде сату керек болғасын. Бүкіл жаңағы өзінің көршілерін, сол тұратын мөлтек ауданның адамдарын бәрін шақырып, жаңа заттарын тезірек сатуға тырысады, арзан бағада. Сол іс-шараны біз кішкене өзіміздің форматымызға келтіріп, кішкене басқашалау қылып, жаңағы біз үйдің алдында емес, өткізетін жер іздеп, ол жерде уже қатысушылар, әртүрлі адамдар өздерінің жаңағы жеке заттарын сатады, киім, аксессуарлар, жиһаз, әртүрлі заттар. Кез келген зат сатуға өте тиімді нәрсе. Атырау — это ведь тоже своего рода непаханное поле. Здесь нету, по сути, конкуренции. Я понял то, что это, во-первых, нужно. И к тому же, как вы знаете, у нас все-таки в Атырау платежеспособная аудитория, много экспатов, много состоятельных людей, которые работают в нефтяных компаниях. И все-таки я почувствовал то, что я делаю, это покупается, самое главное, да? Вот. И поэтому и захотелось, то есть в Атырау. И к тому же я же ведь не только как работаю с тем, то, что просто продаю картины, да, я же еще культурно развиваю наш город, и я понял, что есть спрос к этому. А потом у меня были идеи тоже, может быть, мне переехать в Алмату, в Астану, там открыть галерею, да, вот, потому что там и людей побольше. Меня многие вербовали в Алматы, в Астану, вот, говорят, зачем тебе Атырау, лучше давай к нам. Но я понял, что я там никому не нужен, я нужен здесь, именно в Атырау. Вот, и поэтому я думал, что лучше, пускай буду оставаться здесь, вот. Тем более те художники во мне нуждались, вот. Я это все понимал и знал, что лучше мне быть именно здесь. Атыраудан соғады жігіттер осылай сенің жұмыстарың ұнап жатыр, давай бірге бір командаға шақырайық деп осылай Атырауға шақыратын болған. Июньде 2012-де осында келгенмін. Осы келгеннен кейін уже биыл 2022 осы уже 10 жыл болды Атырауда келген. Осында уже ағайын, тос бәрін уже тауып, осында уже орналастым. Вот. Творчество осы Атырауға келді. Музыкаға деген бір құштарлық болды, сондықтан да сонымен айналысып бастадық. Сөйтіп келіп,
универге түстік, Түркияда жүрдік, сөйтіп оқып жүрген кезде де параллельно бит жасап жүрдім, музыкамен айналысуды тоқтатқан жоқпын. Универді бітіріп Атырауға келгеннен кейін барып, Ерсұлтан екеуміз отырып, уже кішкене салмақтырақ, уже серьезный подходпен сөйтіп жұмыс жасап бастадық. Сөйтіп бір-екі әннен шығарып, бір сондай бір дөңгелек бітті. Бастаған кезде менде студия болған жоқ. То есть үйде жазатын болдым, и қатты громкостьта тыңдайтын возможность болған жоқ, мүмкіндіктер. Сол жағынан кішкене қиындықтар болды. Сосын өзінің жазған музыкаңды тексеруге де, әлде қалай ана фокус группа дейді ғой, тыңдайтын, түсінетін адамдар. Сол жағынан кішкене қиындықтар болды. Басында енді единомышленниктер болмайды. Басында өзің бөлмеңде отырып жазасың, сосын оны біртіндеп достарыңа, таныстарыңа көрсетіп бастайсың. Шыны керек, мен достарым бәрі жазып жүрген музыкамды түсіне бермейді. Біреуі түсінеді, біреуі айтады, түсінбеймін деп просто. Енді ол емес та. Мен нормально жақсы қабылдаймын ол нәрсені. Бірақ қазір осы музыка арқылы единомышленниктерімді таптым. Жақсы музыкаларымызды бір алмасамыз, музыкальный вкустарымызбен бірдей адамдарды тапқан күшті. Сол жағынан басында кішкене проблема болды. Яғни бана айтып кеткен студия. Артист жазуға, музыка жазуға, дауыс жазуға, өңдеуге ең жеткілікті нәрсе бар. Жалпы мен Атырауға келгенде үлкен ана ВХС камералар бар. Сондай камерамен түсіретін, сосын там цифровой камера бар, сондаймен түсіретін. Мұнда беззеркальный фотокамералар, жаңағы ол кезде 5D Mark II, 60-ды, сосын 550-ді, ондайлар аз болды. Олар болды, бірақ дейтін жаңағы love story, сонда сияқты қысқа метражды не түсірді да, мен дейтін келдім да сразу той түсіріп бастадым соған. Соның арқасында кішкене ерекше болдым басында. Сосын уже мен ана SDE тағы да басқа бір нелерді қосқым кетті, соларды қосып, көрсетіп, клиенттерге көрсетіп, осындай варианттар бар, осындай жасау болады деген сияқты. Сондай бір жаңаша бір форма алып келдім. Вначале, когда я только-только начинал, я вообще не знал, как все это работает, что мне нужно вообще делать. Я просто... у меня вот появилась идея, я сказал, давайте просто... был офис, помещение, я сказал, давайте поставим на фон картины, чтобы люди, когда приходили, они видели эти картины, и вдруг кто-то захочет их приобрести, да, домой. Вот. Потом я это озвучил партнеру, ему это понравилась идея. Потом у нас появилась идея, давайте проведем выставку для экспатов, для иностранцев. Вот. Мы потом подготовили зал. А до экспатов, получается, мы к ней готовились определенное время. До них я приглашал своих друзей, своих бывших коллег. И никто почему-то не хотел приходить. И, конечно, я очень расстраивался из-за этого. Я помню, очень сильно расстраивался. Я даже... то есть мне настолько было тяжело, то, что все это не идет как-то. Даже бывают люди, то, что они хотят тебя специально задеть. Говорят, чем ты вообще занимаешься? Типа, зачем тебе это? Ты вообще не из этой сферы. Вот. И как будто мне казалось, что они специально мне такие вещи делают, чтобы как-то задеть меня. Вот. Но потом я думал, что вот мне просто нужно один раз, то есть продать картину, потом мне станет уже легче. То есть у меня долгое время не удавалось. Я потом придумал какие-то ходы, как мне это все реализовать. Вот. Я придумал всякие штучки, да, вот, чтобы побудить людей покупать картины, да. Вот. И у меня это удалось. На самую первую встречу пришел ровно один человек. Вот. И этот человек с тех пор не пропустил ни одной встречи. И более того, я являюсь, как организатор, я являюсь свидетелем того, как этот парень, его зовут Ильяс, как он также прогрессирует, да, то есть какие демо-записи он приносил на первые встречи и какие он приносит сейчас, разница просто вот земля и небо. От встречи ко встрече число варьируется, но в среднем не менее 30 человек. Иногда бывает у нас пару раз было под 50, да, пару раз бывало, что пришло буквально там 10 человек, например. Но мы рады любому количеству людей, любому количеству слушателей. Басында күдікті ойлар болды. Атырауда не істеймін, дым қызық жоқ дегендей. Бірақ сол банағы көптеген мүмкіндіктері бар Астана қаласында да мен ешқандай шабыт, серпіліс болған жоқ менде. Бір нәрсе жетіспегендей болды. Мысалға, шыны керек көптеген маған сол Астанада тұрған кезде
көптеген жақсы предложениелер болды жұмысқа, шығармашылық жағынан жобалар, бірақ ешнәрсе қызықтырған жоқ. Бірақ Атырауға келіп шабыт іздеген жоқпын, шабыт іздеуге келген жоқпын. Жай демалып, ойланып қайтып ораламын деп ойладым Астанаға немесе Алматыға. Бірақ Атырауда оралған кезде менің жолым неден басталып деп есіме ала келген кезде, жаңағы Атырауды еске алып, қайтадан бір басқаша бір күшті бір шабыт ала бастадым. Где-то 2-3 месяца я шел, просто люди, я их звал, они отказывались, говорят, я потом приду в галерею. То есть, по сути, чуть-чуть все-таки неуважительно ко мне относились. Мне повезло познакомиться с руководителем, афиши Атрау паблика. Это паблик, который, медиа-паблик нашего города, да, я ему сделал экскурсию, ему вообще понравилось, что, как все это, то есть, какое воздействие это имеет на человека. Он сказал, давай я тебя поддержу, сделаю анонс, мы сделаем выставку для нашего города. И это был уже месяц ноябрь. И после него, как я начал с ним работать, у меня прям галерея хорошо заработала. В первый же день посетила 150 человек. О таком количестве 150 людей я просто даже до этого мог просто мечтать, да, потому что в неделю приходило по 2-3 человека в галерею, а тут приходит сразу 150 человек, и еще такую классную реакцию оставляет. Приехало телевидение, и прямо это дало большой скачок. И поддержка человека, по сути, сделала так, что галерея хорошо заработала после этого. Бір адамның сөзі, бір адамның қолдауы ғана бүкіл қала ішіне бір өзгеріс алып келгендей болды. Мысалы, бір адам мені қолдап жіберді. Мен кішкентай неден бастадым. Кішкентай іс-шарадан бастадым. Ол іс-шара үлкейе бастады, аудиториясы да үлкейе бастады. Жаңағы келген адамдар, қонақтар бір-бірімен сөйлесе бастайды, таныса бастайды. Бұл жерде уақытты пайдалы өткізуге болады, және көңілді өткізуге болады. Солның арасында жүрген кезде адамдар бір-бірімен танысып, жаңа идеялар пайда болады, жаңағы комьюнитилер құрылады. Единомышленниктер көп болған сайын, именно андай не басталды да. Бәрі притягивается бір-біріне, и бәрі как-то круг создавать етілді. Енді круг біртіндеп өсіп жатыр, мен байқағаным. Ол прям нацелен, прям немес, как на рост деген демес. Просто ол күшті гармонический бәрі болып жатыр да. То есть біреуімізге музыка көрсетеміз. Біреулер, мысалы, бізді естігеннен, мысалы, танымайтын адам бізге келеді, например. То есть танысуға или айтады, мысалы, менде де осындай неде стильде музыка бар, типа, зацените дейді да. Сосын қараймыз, он тоже умеет, оказывается. То есть бізде негізі шығармашылықпен айналысатын адамдар көп, просто бәрі бір-бірін пока танып білмейді да. Басында өзімді сенімсіз сезіндім, ал бірінші гаражға өткеннен кейін өзімді 100 есе сенімді сезіндім. Адамдардың жаңағы отдачасынан өзіме сенімді болдым. Мен өзімнің мақсатым ретінде ол мәтін жазу, жақсы ән жазу, сондықтан да мен просто өзімнің алдымда ізденісім бар, қандай тақырып таңдасам деген сияқты. Біздің енді өзіміздің ішінде бүкіл мынадай әнді өндіру бір процесс ретінде алатын болсақ, біз бүкіл өндірістің бәрі өзімізде қазір. Бүкіл инструменттер де бар, бүкіл мүмкіншіліктер де бар, сондықтан да ондай алып баратқан қиындық жоқ, тек құштарлық болса болды. Бізде ол құштарлық болды, біз жасадық. Қиындық көрген жоқпыз ондай қатты. Біреу айтқан, окружение іздеме, окружение бол дейді. То есть егер сен Атырауда көрсеткің келіп, ар жағында тағы да осындай аудитория, сондай адамдарды бір жинағың келсе, именно сол бағытта жұмыс жасау болады. Көп жағдайда біздің қаланың тұрғындары жаңа нәрсеге дайын болмауынан болуы мүмкін. Өйткені біз ең бірінші бастаған кезде мен қатты қорықтым. Ешкім түсінбейтін шығар деп, жаңа нәрсе, жаңа формат, бұл қалай болады деп. Солай болды. Басында ешкім түсінген жоқ. Түсіндіру қиын болды. Бірақ жақсы жұмыстансаң, өзіңе сенімді болсаң, бәрі мүмкін. Үлкен мақсат енді бір былай пафосно бірдеме естілгенмен, білмеймін, мәдениетті дамыту шығар. Және де адамдардың бір өзінің талғамына сәйкес бір музыканы табуына үлесімді қосу деген сияқты. Мысалы, өздерін жалғыз сезінбеу деген сияқты нәрселер көбінесе бір нысана ретінде тұрады. Біз соған тигізгіміз келеді. Жалпы маған бүкіл процестің өзі, музыка жасаудың процесінің өзі маған бір өте жақсы сезімдер береді, бір
ләззат аламын деп айтсам болады бүкіл процесстен. Сондықтан да оны жасамау маған өте қиын да. На данный момент у нас уже более 17 встреч по вторникам в 6:45. И за все эти встречи не было ни одного раза, чтобы мы почувствовали какого-либо рода негатив, да, по отношению к себе. Более того, каждая встреча проходит в такой очень дружеской атмосфере. Любой человек может прийти, то есть вам даже не обязательно быть музыкантом для того, чтобы участвовать на наших встречах. Вы можете просто прийти и послушать музыку местных локальных музыкантов. Да, просто так. В какой-то степени вы даже можете принять участие в формировании звука той или иной песни того или иного конкретного музыканта, так как после каждого прослушивания выдается небольшое время для того, чтобы любой желающий мог поделиться своими ассоциациями, мыслями или же конструктивной критикой. Какое-то время я жил за границей, в Соединенных Штатах Америки, в штате Калифорния, в местности Бэй-Эрия. Вот. И там в течение 5 лет своей жизни я посещал кружок Laptop Music Production, так он назывался. И этот кружок, скажем так, это прототип Атырау Music Community. И впервые я почувствовал, что я являюсь частью сообщества, которое реально топит за то, чтобы начинающие музыканты могли найти свой звук, а те музыканты, которые уже более-менее себя зарекомендовали, чтобы они могли найти кого-то для коллаборации. Благодаря этому кружку там, в Калифорнии, я добился высокого прогресса в звучании своем, в своих навыках. И уже по возвращению на родину, в Казахстан, в Атырау, я понял, что мне не хватает данного рода встреч. И тогда я подумал, почему бы мне не основать что-то похожее здесь, во-первых. Во-вторых, это было бы тем самым местом, куда могли бы приходить музыканты разных уровней, да, то есть и начинающие, и уже известные, чтобы это было тем самым местом, где мы могли обмениваться идеями, делать что-то вместе. И опять-таки, например, путем предоставления конструктивной критики помогать начинающим музыкантам оттачивать свое мастерство. 3 года назад, когда я только-только открыл галерею, никого не было вообще в этой сфере. И я вот думаю, что, может быть, чуть-чуть, хоть я начал это делать, начали появляться другие арт-центры, да, видя то, что какое-то есть движение. Вот. И достаточно даже одному человеку, который все начинает, и потом все это сподхватывается, вот, и продолжает развиваться. Бізге 1,5 жыл ма, 2 жылдай болып қалды жобаның барына. Қазір гаражда болған сайын адамдар бір-бірін жақсы таниды, қазір бір-бірін көруге келеді. Сол жерде жаңағы саңған бұрынғы достарын көруге келеді, уақыттарын жақсы өткізуге келеді, жаңа заттар алады керек. Бізде өнер адамдары жан-жаққа шашырап деп айттым. Мысалы, біреу музыкант, біреу мысалы видео түсірумен айналысады, біреу фотограф, біреу графический дизайнер, или біреу ақын просто сөз жазады деген сияқты. Олар бәрі шашырап жатыр, и олардың бірігуіне бір ортақ жер жоқ екенін түсіндік та. То есть олар бір-бірін тану мүмкін, бірақ как-то сонымен шектеліп қалады да. Именно өнер жағынан бір не жоқ, сотрудничество жоқ та. Соны ескере отырып, хаб аштық, кілең деп аталады. Орта, площадка, именно сол шығармашылықпен айналысып жүрген адамдардың бір өздерінің өнерін көрсетіп, бір действие жасайтын жер. Меня очень радует то, что у нас в городе появилось больше вот таких каких-то платформ, сообществ, которые привлекают молодых талантов не только в музыке, но и в других смежных областях. Там стендапы, если не ошибаюсь, есть художники. Вот. Очень радует то, что больше акцента и больше фокуса сейчас делается на этом. Да? Лично сам я всегда думал и все еще считаю, что не только в Атырау, но и по всему Казахстану у нас очень много
действительно талантливых людей, но попросту потому, что у них нет возможности о себе заявить, либо попросту они не знают, куда можно обратиться с их талантами, мы о них не знаем. Но появление вот таких площадок, как тот же самый Atrau Music Community, как Clean Hub, да, это все только помогает вот эту среду повысить, сделать так, чтобы такие люди, такие таланты могли прийти и заявить о себе. Бізде де ең бірінші бастап жатқан кезде мені тек қолдаған менің достарым, менің таныстарым, бірақ сені танымайтын, сенің форматыңды түсінбейтін, бана мысалға біз ең қиын сәт бізде жер іздеу болды. Өткізетін жер іздеу қиын болды. Сол басында жаңағы өзім ұсынған кезде түсініспеушілікпен қарайды. Бұл не, қалай, бұл бізге, біздің адамдарға жаңа пайда жағын ойлайды. Көп жағдайда мәдениеттің көтеруіне пайда түсіру дейтін нәрсе астыңғы сатыда, жоғарғы сатыда пайда көру одан көп жағдайда. Сол себептен қиындықтар өте көп. Басында біз есік соққанда бәрі жоқ деп айтатын болған. Отказ көп еститін болдық. Мен ойладым, әлі ұзақ уақыт керек те бізге айналу үшін, тағы 4-5 рет өткізу керек те. Бірақ бірінші, екінші гараж салдан кейін уже қаланың мүмкін кішкентай болғандықтан шығар, тез тарай бастады. Жаңа ақпарат осындай жаңа іс-шара өтіп жатыр екен қалада деген тез тарады. И банағы уже заведениеға бараған кезде бізді сразу танитын болды. Сіз осы шеңберек гараж сіздердікі ма? Иә. Біз қуанышты боламыз, бізде жасаңыздар, жақсы проект, бізге ұнады, бірақ біз әлі шынды айтсақ түсінген жоқпыз дұрыс, бірақ бізге қазір ұнап жатыр дегендей қуанышты қарсы алатын болды. Атырауда әсіресе болды ондай нәрселер, бірақ та бәрі де бір ретімен болатын нәрсе деп ойлаймын. Атыраудың тыңдарманы мен керісінше бір талғам жоғары деп ойлаймын, себебі кез келген нәрсені бірден қабылдай қоймайды, олар потом кішкене анализ жасайды дегендей. Енді қазір шүкір қабылданып жатыр, тыңдап жатыр, зая кетіп жатқан еңбек көріп жатқан жоқпын, қазір бәрі үлкейіп жатыр. Мы придумали такую выставку ежегодную, выставку молодых художников. То есть мы же не можем каждому художнику делать персональные выставки. Мы, то есть, собираем работы, где-то 25-30 художников, получаем заявки и делаем групповые выставки художников. Вот, она продолжается где-то месяц, и художники начинают чувствовать какую-то обратную связь с аудиторией, с другими художниками, да, они уже сравнивают тебя. Вот моя картина, вот картина других художников, да. Вот, и это очень хорошо воздействует на художника. Вот. Какие-то картины приобретаются, вот, и это наша постоянная такая выставка, да, которую мы делаем. Потом бывают персональные выставки других художников, то есть у нас были не только казахстанские, но были и ногайские художники, были фотографы из Голландии. Вот. То есть мы стараемся менять, конечно же, выставки, но мы к тому же еще делаем какие-то культурные мероприятия, которые постоянно меняются. У нас есть там программа лекций, программа киноклуба. Вот. То есть мы охватываем разные, то есть, направления, да? А выставку мы стараемся менять. В целом, я считаю, что не только по отношению к музыке, да, в целом по отношению к искусству, по отношению к более таким эфемерным, не физическим вещам, у народа попросту не хватает времени. Вот. То есть все мы знаем пирамиду потребностей Маслоу, и трудно говорить об искусстве, когда человек учит, да, скажем так. На данный момент у нас очень прекрасные тренды. Мы видим, что народ начинает потихоньку привыкать к чему-то новому, пытаться искать что-то новое. Это замечательно. Просто единственное, нужно продолжать в том же направлении и не сбавлять обороты. Қазір жақсы. Қазір 2 жыл бұрынғыдай емес, қазір белгілі бір аудитория бар, кәдімгідей қолдау сезінесің, уже бір қауымдастықтар бар, мысалы. Clean Hub сияқты, Atrau Music Community сияқты, EMA сияқты, мысалы, арт-центрлер бар, қолдау көрсетуге дайын. 4 жыл бұрын ондай нәрселер болған жоқ көп. Қазір кәдімгідей бір, мана айтып отқан сол инфраструктура дамып жатыр. Қолдау бар, қолдау сезіледі кәдімгідей.
декабрьде бірінші манағы жабық концерт өткіздік. Оны ерекше жерде, біз өзімізге де ерекше болды. Ол Ғабдол Сланов атындағы облыстық кітапханада ішінде өткіздік, кітапхананың ішінде. Ең тыныш жерде концерт өткіздік. Читальный залында басында пилотный қылдырып істедік те, сосын закрытый форматта өзіміздің сол таныстарымызды шақырдық. Осында келіп қараңыздар деп банағындай. Күшті өтті. Жергілікті артистер жинадық. Біреулермен сол жерде таныстық, мысалы. Айттық, главное бұл жерде өз шығармашылығымен таныстыру. Әркім өз әндерін айтты, өз тыңдармандарын көбейтті, танысты адамдармен, артистер бір-бірімен танысты. Сөйтіп, сол әлі де жалғасын тауып жатыр. Одан кейін февральда галереяның ішінде екінші концерт болды, уже живой концерт, то есть акустический концерт аталады. Адамдар гитарамен, банағы пианиномен, как бэнд сияқты қылдырып, живой музыкамен сөйтіп өткіздік. Ол да жақсы өтті, ойдағыдай. Үшінші концерт ол драмтеатрдың кіші залында өтті. Спектакль болатын жерде біз сцена жасадық, бәрін өзіміз жасадық, ұйымдастырып, сцена жасап, артистер жинап, адамдардың қалай афишировать етіп. Ол да жақсы өтті. Адам көп болды. Сол да болды, кстати. Билеттің бәрі өтіп кетті. Орын сыймай қалды даже адамдар. Концерт болғанға дейін билеттің бәрі өтіп кетті. Сол күшті, соған қарағанда адамдар жиналып, то есть халық қарайтын көрермендер, тыңдармандар саны артып жатыр. Бұрынға қарағанда, бірінші концертпен қарағанда, үшінші концерт уже айырмашылық бар да. Артистер саны да көбейіп жатыр. Айтқысы келетіндер, жаңа өлеңдерін, әндер жазғысы келетіндердің саны көбейіп жатыр. Себебі банағы біздің концерттерді көріп қызығады. Мысалы, фотографтар, банағы видеомен айналысатын жігіттер, дизайнерлер де бәрі как-то андай бір-бірімен жұмыс жасау бір несі басталып жатыр да. Сол хабтың енді цель солындай ғой, мақсаты. То есть творческий адамдарды біріктіріп, бір-бірімен жұмыс жасату. Именно Атырауға сонымен бастамасын көріп жатыр. Атыраудың творческий жағын дамыту жолы. Менің ойымша мұнда коворкинг центр жетіспейді. Вот қолжетімді жаңағыдай фриланс жұмыс жасайтын адамдар бар, соның бәрі бірігіп, әр адам өзінің жаңағыдай кафеинде жұмыс жасайды, үйде жұмыс жасайды. Ал енді жаңағыдай үлкен бір коворкинг центр болса, жаңа Алматыдағыдай да, Астанадағыдай, жаңағыдай айына өз орнына төлейсің, болды енді былай кезде адамдармен сөйлесіп, просто басқа адамдармен сөйлескен өзінде өзінің үлкен үлесі бар. Енді көп адам дейтін, өзі үйде отырып, интернетпен жұмыс жасайды, немен жұмыс жасайды. Ал енді жаңағыдай бір жерге келіп, әңгімесін айтып, мындай істеуге болады, былай істеуге болады деп, ол жаңағыдай басқа адамға үлкен жаңағыдай өзінің несін береді, мотивациясын. То есть мен мындай жасап жатырмын, дейтін, мен мындай видео жасап жатырмын дейді. Мысалы, бір музыкант дейді, давай саған музыка жасап берейін дейді. Бір адам саған обложка жасап берейін деп бар ғой. Сол жерде бір үлкен бір коммуникация болады. Я могу сказать за себя, да. У нас нет нормальных музыкальных магазинов. У нас в городе есть один конкретный магазин, я думаю, все его знают, не буду называть его название, но цены там, конечно, просто драконьи. Очень высокие цены за продукты, за инструменты начального качества. Да. Если бы у нас в городе был какой-то специализированный музыкальный магазин, где продавалось бы качественное оборудование по приемлемым ценам, я думаю, это дало бы большой рост для популяризации музыки в городе. Вторая — это большее количество площадок и ресторанов, которые могли бы, скажем так, устраивать у себя что-то наподобие открытых микрофонов. Да? То есть я вообще считаю, что для ресторана это только лишь плюс. Да? То есть буквально у тебя живое выступление за символическую цену. Да? Но почему-то даже при этом большинство ресторанов и заведений очень неохотно идут на такого рода коллаборации. Хотя, да, это принесло бы огромную пользу для популяризации музыки именно местной, на местной арене. Площадкалар жоқ бізде. Именно жаңа банағы айналысып жүрген әншілерді поддерживать ететін орталар жоқ. То есть енді бар,
конечно, но прям басқа банағы мысалы Алматыдағыдай салыстырып қарағанда относительно Алматыдағыдан аздау. И соның кесірінен адамдар өзінің шығармашылығын көрсететін жер таба алмайды. Сосын оны Алматыға шақыру мүмкін, единомышленниктерін ол басқа қаладан табу мүмкін. Сондықтан ол басқа қалауға кетіп, өзін дамытып көруге кетіп қалатын содан шығар деп ойлаймын. Ұйымдастырушылық жұмыстармен де соған да өзімді көріп жатырмын. Енді бұрын айналысқан жоқпын. Және қазірден бастап жатырмын, осы алдыңғы жылдан бастап. Тағы қасымда жалғыз емеспін, қасымда команда бар. Солмен бірге істеп қарап жатырмық. Вроде получается. Жаңадан, зато жаңа артистер шығып жатыр, әншілер айтқысы келеді өлеңдерін. То есть қысылмайды уже көрсетуге. Себебі орта бар да, көрсететін жер. Сахнаны біз дайындап беріп жатырмық жерлерді, чтобы еркін өзінің шығармашылығын көрсетуге. И сол главный препятствие басқа, білмеймін енді, әркім өз-өзіне препятствие болады шығар енді. Атырауда былай айтқанда инфраструктура жағынан проблемалар бар. Ол манағыдай концерт жөнінен болсын, сахналар, орындауға болатын жерлер деген сияқты. Сондайға байланысты проблемалар бар. Енді ең біріншісінде, бірақ ол жайында ойламайсың, ең бірінші басында тек музыка ғана болады. Сен музыкада өзіңді қалай жеткізсем болады деген сияқты ойлар болады тек қана. Қалай өзімнің ойларымды тазарақ, нақтырақ жеткізсем деген ғана ой болады. Енді ары қарата ол кішкене былай оборот алып басасын барып, орындағың келеді бір жерде. Қиындық салды, бізге ауыртпашылық етті деген нәрсе жоқ негізінде. Себебі тыңдарман болған сайын оның бәрі түсіп қалады. Себебі тыңдарман қаласа, кез келген жағдай жасауға болады. Препятствие болғанда бірінші адам жақтарынан бар, то есть қоғам жағынан бар. Кішкене әлде қабылдауға қорқады жаңа заттарды. Бана более жаңа заттарға ашық емес аудитория, то есть халықтың өзі. Менше оны қабылдауда бір уақыт керек та. То есть бана оларда бір сол неден бір периодтан өту керек та қабылдауға. Соған дейін сен просто жасау керек та. Жалпы адамдардың өмір сүру дәрежесі жоғарылаған сайын ондай шығармашылық сияқты нәрселер көбірек шығып бастайды деп ойлаймын да. Сондықтан да қаланы дамыту керек, білім беру жүйесін дамыту керек, мектептердегі білімді және қаладағы инфраструктура, мысалы урбанистика жағынан болсын, қаладағы адамдар көбірек жиналатын жерлер ойлап нету керек, жасау керек, точки притяжения дейді. Себебі пікірлес адамдар бірге бірігіп бірдеме ойлап табатын жерлер көбірек керек та. Аудиторию же нужно тоже растить, воспитывать. У нас аудитория еще не до конца воспитана, потому что, возможно, не все еще атыраучане поймут то, что делают наши местные. Что интересно, просто над этим можно работать, можно воспитывать нашу аудиторию, вырабатывать какой-то вкус определенный. Вот, потому что наша аудитория она атырауская, да, что она слушает, да, даже взять. А может быть, она слушает больше западную музыку. Не знаю, может быть, какую-то музыку азиатскую, да, там, южнокорейскую или что-нибудь такое. Я думаю, еще не до конца к этому пришла, чтобы именно творчество наших ребят. Вот, например, я хорошо знаком с Желтохсаном. Вот. Он говорит то, что в Атырау почему-то у него именно мало прослушивания музыки, нежели по сравнению там, с другими городами, да. Поэтому я считаю, то, что наша аудитория пока только-только начинает все это понимать. Я вижу тренды в том, что мы говорим сейчас о местном населении, о том, что у местного населения постепенно меняются вкусы, постепенно появляются какие-то новые слушательские привычки. К тому же у нас появляется больше местных музыкантов, которые не уезжают, например, в Алмату, скажем, или в Астану, или в какие-то другие места, и первым делом пытаются заявить о себе именно здесь, да, на локальной арене. Но в то же время я не могу не согласиться с тем, что все еще стоит проводить какие-то работы с публикой, да, то есть прививать им вкус в разных видах музыки. Я не говорю к хорошей музыке, потому что хорошая музыка — это понятие субъективное, правильно? И я лишь хочу, чтобы люди могли слышать как можно больше разной музыки для того, чтобы сформировать свой вкус. Тыңдарман жағынан жалпы жаңа нәрсеге әрдайым түсініспеушілік болады.
қабылдамаушылық болады. Ол бір табиғи нәрсе сияқты, себебі жаңа нәрсе әрдайым солай қабылдану қиын болады да. Егер де сен жасап жатқан нәрсе шынымен де жаңа бір қызық нәрсе болса, ол ондай реакцияның болуы табиғи нәрсе деп ойлаймын да. Сондықтан да ондай нәрсе болды, қазірге дейін бар. Әлде мен бір қатты бәрі танитындай бір танымал әртіс ретінде өзімді қабылдамаймын. Ол жағынан енді қуанатын да жағым болады, себебі шынымен де жаңа нәрсе жасап жатсың деген сөз. Бірақ та екіншіден келесі бір дәрежеге, келесі сатыға шығу үшін мына бір критическая масса дейді, сол критическая масса жинап, сол критикалық масса сенің музыкаңды ары қарата тасып кету керек та негізінде. Как сейчас устроен мир, да? То есть ты можешь в каком-то ауле находиться и нормально так выстрелить. Потому что есть интернет. Конечно же, в Атрау можно не только внутри Атрау, да, как-то работать, но и охватывать Казахстан, охватывать весь мир. Это все, наверное, зависит от самого художника, да? Мен уже там 23-22 жасқа келген кезде кішкене бір багажбен келіп бастадым да нәрсенің бәрін. Сондықтан да мен үшін өзім жасап жатқан нәрселерім, мен өзім үшін сенімді болдым. Жақсы нәрсе жасап жатқанымды, дұрыс нәрсе жасап жатқанымды, әдемі екенін мен өзім үшін сенімді болдым. Бірақ та кішкене көңілім қалатын еді, мынандай неге былай болады деген сияқты. Бірақ та ішіңде мынадай өзіңнің жасап жатқан нәрсеңе бір сенім, сүйіспеншілік, махаббат болған кезде сен көп басқа адамдардың бір пікіріне қатты мән бермейсің. Менде солай болды. Мен тек қуандым басқа адамдарға ұнатқан кезде шынымен де. Бірақ та былай бір қатты басқа адамдар ұнамаған кезде бір көңілім қалды деп айта алмаймын. Қазірде мен ең алдымен өзімнің талғамыма қарай, талғамымды ориентир алып жасаймын. Өзіме ұнаса, демек ол жақсы деген сөз. В принципе, можно добиться больших результатов, находясь где угодно. В нынешнее время тебе для этого нужно лишь стабильное подключение к интернету. Из инструментов, из аппаратуры, которая тебе нужна, самый минимум — это просто ноутбук и наушники. Вот. Все остальное — это уже для удобства. То есть можно сделать и без этого, но с этим будет легче. Я не считаю то, что мы от чего-то зависим, от государства, там, от семьи или от друзей, или кто-то из-за чего-то будто бы у тебя не получается. Это все внутри тебя стоит. Я считаю то, что все можно сделать. То есть главное, если у тебя внутри есть энергия, то все по колено, грубо говоря, да, вот. И поэтому я больше склонен к тому, то, что я верю в свои силы, а я вижу то, что наши художники, они, у них просто характер другой характер, да, они больше, не знаю, потому что творческие люди, они там, не знаю, может быть, в каких-то моментах стесняются чего-то, вот. Это просто, наверное, чисто из-за характера, вот. А художник, он должен себя уметь продавать, ведь. Вот, он должен себя уметь продавать, и, соответственно, если он умеет себя продавать, то у него дела, я думаю, неплохо пойдут. Атырауда жүремін деп андай принцип қойып шектелмеймін. Егер жақсы мысалы ұсыныстар шығып, мысалы маған қызықты адамдар мысалы Алматыда или басқа қалада болса, мен оларға барып бірге жұмыс жасауға дайынмын. Бірақ дегенмен мен жергілікті Атыраудағы шығармашылықты дамытқым келеді. Өз басым, өз үлесімді қосқым келеді барынша. Не шығады екен деген сияқты. Чтобы андай қалай? Ол жерде сылтау көп қой, мысалы. Біреулер айтады, мысалы, мен қалам бана дамымаған, сондықтан менде ештеңе шықпайды дейді да, деген сияқты. Мен наоборот барынша беріп көргім келеді осы жерге. Жергілікті неге да, аудиторияға вообще. Не істеуге болатын. Қалай, ең бірінші өз-өзіме көз жеткізгім келеді. Істеуге бола ма, болмай ма екен деп. Менше болады сияқты. Сенеме оған. Осы туған жеріме, Атырау қаласына бір өзімнің мәдениеттің дамуына бір үлес қосқым келді қатты. Бұл, қалай айтсам болады, осознанно болған жоқ. Бұл өзімен өзі болып кеткен нәрсе. Мен қазір мысалға айта аламын, ол осындай себептен болды деп. Бірақ ол процесс болып жатқан кезде мен оны мүлдем байқаған жоқпын өзім. Сол жаңа патриоттық сезім оянған, туған жеріме, өз қалама деген қызығушылығым қатты оянған, өзім байқамай қалдым. Осы әбден бәрі кішкене орныққаннан кейін, жаңа жобам пайда болғаннан кейін өзімді бір жақсы сезімде болдым, и өзімді жолым тапқандай болдым, өзім бақытты сезіне бастадым. И сосын Атырауда не үшін қалған себебін түсіндім. Я считаю лично сам, что да, конечно, скажем, если бы, например, я занимался музыкой в Алмате, я, возможно, добился бы данных результатов чуть раньше.
но находясь в Атырау, можно добиться многого, да. Самый тому главный пример, наверное, это наш земляк Иманбек. То есть он, находясь у себя в городе, он добился многого, правильно? И я считаю, что в данном вопросе местоположение не играет настолько важную роль. Қазірдің өзінде қызықты жобалар ашылып жатыр ғой. Меніңше бір 3-4-5 жылдан кейін одан да көбірек болатын сияқты. Қаланың ішінде қызықты жаңағы іс-шаралар, әдемі жобалар көбейетін секілді. Во-первых, все к этому шло. Во-вторых, скачок произошел потому, что у нас сейчас попросту подрастает новое поколение, которое так и думает, типа, а почему мне не взять и не сделать, например, да? Почему я не могу просто взять и сделать вот эту вещь? Я ничего не теряю, правильно? И с таким подходом, я думаю, мы добьемся многого. И дальше, с течением времени, у нас будет повышаться вот этот уровень, да, то есть сейчас уже мы достигли многого, я думаю, за последний, наверное, год или полтора действительно был очень большой скачок. Появилось наше сообщество, появился Клинхаб, было устроено много разных мероприятий, на которых выступали преимущественно местные локальные исполнители. И все вместе это дало понять, что, в принципе, мы можем делать и здесь, да, не обязательно ехать в Алмату. Да, конечно, в Алмате охват больше, аудитория больше, но и здесь уже потихоньку начинает образовываться, да, понятие аудитории. Вот, и это замечательно. Мен де болашақта Атыраудың ішінде көп әншілерді көрем, елестем, то есть жастардан бәрі шығады. Звукозаписывающий студиялардың уровенінің көтерілгенін қалаймын в будущем. Басқа жақтан адамдар бізге келіп, Атырауға келіп, өзін дамытқысы келетіндей қылдырып, сондай қылып елестетемін мен, мысалы. Біз музыка жағынан қарайтын болсақ, мысалы, бір адам негізі көп нәрсені өзгерте алады да, мысалы, там Болат Қолқаманов болсын, мысалы, қанша шәкірттерін шығарып, Қазақстан бойынша өзінің әсерін тигізіп жатыр музыкаға. Тигізді, қазір тигізіп жатыр. Сол сияқты енді ондай бір, мысалы, білім беру жүйесінде де болсын, Айникте, мысалы, мен өткенде деканмен таныстым бір жас жігітпен, олда да университетті көтергісі келеді. Оның барлығы бір-біріне әсер етеді. Еще байқағаным бәрі бір уақытта болып жатыр да. Қызық нәрсе. Бәрі бір пікірлес, сондай дамытқысы келетін адамдар, как будто қазір шығып жатқан сияқты болып сезіледі маған өзіме. Соған мен қатты қуанамын. Сондай адамдар болса, Атырау дами береді. Ешқандай да болашағына оны уайымдаудың да ештеңе де қажет жоқ. Я думаю, это будет развиваться, пока есть такие ребята, которые здесь что-то творят, да, это все будет развиваться, я считаю. Я хочу, чтобы галереи, арт-центры, они тоже развивались. То есть у нас пока в Атырау 2 галереи, да, вот. Я хочу, чтобы на этом не останавливался. Я хочу, чтобы еще было больше площадок, чтобы была какая-то тоже конкуренция в хорошем смысле, да, этого слова. Вот. И это показывает то, что творчество, то, что делают ребята, это все монетизируемо, хорошо, на это можно заработать. А если на это можно заработать, найдутся люди, которые захотят, то есть ради этого что-то делать. Я потому что больше общаюсь именно с такими людьми. Это моя работа. И если я вижу то, что есть какой-то интерес со стороны бизнеса, то, конечно, это будет все дальше развиваться. У творческой молодежи нашего города очень позитивное будущее, так как уже на данный момент мы сделали своего рода как заготовки, открыли платформы, создали вот эти сообщества. И в дальнейшем, я надеюсь, верю в то, что мы придем к тому, что у нас здесь в Атырау появится своя полноценная музыкальная арена, сфера, ничуть не уступающая, а может быть даже превосходящая другие города, такие как Алматы, Астана. Қаланың ішінде көптеген мүмкіндіктер бар. Бізде перспектива бар, былайша айтқанда. Жай ғана қолға алу керек, жұмыстану керек, күмәнданбау керек. Жаңағы идея болса, алға басу керек деп ойлаймын. Істейтін адамға, жаңағыда 12 мүшел түгел адамға, ойлайтын адамға бәрі бар. Стиль бар, видеоны түсіретін болсаң, телефонға да түсіруге болады. Монтаждайтын болсаң, білмеймін, телефон арқылы монтаждауға болады ма, білмеймін, даже доступный компьютермен де істеуге болады.
графикпен айналыссаң бірден жаңағыдай бірдеме сұрап істеуге болады. Істейтін адамға барлығы бар. Енді сол істеп жаңағыдай жеткеннен кейін ары қарай оған орта адамдармен сөйлесіп жаңағыдай нету керек. Командамен жұмыс жасау керек. Мне нравится в моем народе то, что если мы что-то делаем, если вот буквально, да, если ты с кем-нибудь договариваешься, да, ты говоришь, ты можешь это сделать для меня? Если он говорит, я сделаю, это значит, что он сделает. И если он почему-то по той или иной причине не хочет этого делать, он тебе сразу об этом скажет. Я не буду этого делать. Когда от нас требуются какие-либо действия, мы незамедлительно их совершаем. Это вот черта наших людей, черта нашего народа, черта, которой я сам также обладаю. Білетте, Infinity Plaza'da біздің шеңбер гаражда болған кезде, олардың бір қызықты хэштегін көрдім. Красиво, как в Атырау деген. Маған қатты ұнады. Сол сөздің өзі бір үлкен шабыт береді, негізі шынымды айтсам. Красиво, как в Атырау. То есть адамдар Атырауда бір өте қызықты, бір ерекше нәрсе көрсе, міндетті түрде, вау, Атыраудағыдай емес, Алматыдағыдай сияқты деген бір сөздерін айтады. Сол сөзді ұмытып, бізге қазір Атырау дәл сондай үлкен Алматы, Астана сияқты қала бола алады деген сияқты ойға келтіру керек сияқты деп ойлаймын адамдарды. Халқы бөлек, во-первых, адамдары бөлек, даму үстінде, то есть сол нәрсе қуантады. Бізде андай адамдар үмітпен өмір сүреді, всегда, даже жастарды алатын болса, что вот бәрі жақсы болады, бәрі өзгертуге болады деген үмітпен өмір сүреді. И солай өмір ағыны сөйтіп өтеді, өтіп жатыр да. У нас не такая хорошая экология, да? Экологическая обстановка в городе не из лучших. Я не знаю, многие вещи, да, в этом городе, они на довольно хорошем уровне, но можно было бы, конечно, и лучше, да. Но я считаю, что самым главным богатством данного города являются его люди. Вот. И уже все остальное потом. За счет, наверное, вот определенной истории, которая у нас имелась, за счет этого, я думаю, что этот город сам по себе очень уникален. Соответственно, и народ, который здесь живет, он тоже, я думаю, уникален. Мен Атыраудың жалпы болашағын өте жарқын қылып көремін, шынымен де, шын жүректен. Атырау өзінше сол өзінің ерекшелігімен дамыса, бүкіл Қазақстанға да пайдасына келеді деп ойлаймын да. Сондықтан осы бағытты ұстанып жүре беру керек. Және де мынадай Атырауда қалу да, мысалы, ол қатты мақсат болмау керек. Атырауда қалу деп сөйтіп жабысып қалуға да болмайды, себебі жер көру керек, ел көру керек. Алматы ешқандай да предел емес, мысалы, Мәскеу керек па, там Еуропа керек па, Америка керек па, бәріне жерге барып көру керек, себебі қамалып отырғаннан ешкім ештеңеге жетпейді, дамымайды. Оны мақсат көрмеу керек. Бірақ та егер Атырауда дамытуға, жасауға мүмкіндік болса, онда Атырауда жасау керек. Это место, где я беру силу, где я отдыхаю после длительных путешествий. Я побывал во многих странах, во многих местах на нашей планете, и мне всегда приятно возвращаться в свой маленький, уютный, родной Атырау. Мен Атырауды жақсы көрем. Өйткені оның кемшіліктері, оның ерекшеліктері. Ал ерекшеліктері, оның дәстүрі. Бір сөзбен, Атырау жүректерді ұрлайтын қала.